Армысыздар, құрметті қауым, және ойынға қатысушы балалар. Бүгін біз бабалар мұрасын жаңғыртып, хан талапай ұлттық ойынын ойнайтын боламыз. Балалар, бүгін бізге ерекше күн. Біз өз жылдамдығымызды, ептілігімізді көрсетуіміз керек. Жарай ма? Жарай. Тамаша балалар, ендеше балалар, сіздерді ойын шарттарымен таныстыра өтейін. Балалар, мына дорбаның ішінде көптеген асық бар. Осы асықтарды талапай, табылды ойын алақай деп күмбеге шашатын боламын. Сол кезде тездетіп жинауға тырысыңыздар. Балалар, осы асықтардың арасында түсі өзгеше қызыл асық бар. Бұл асықты хан асығы деп атаймыз. Хан асығын алған бала хан талапай ойынын бірінші болып бастайтын болады. Балалар, жиналған асықтарыңыздан өздеріңізге бір асықты сақа асық етіп сайлап аласыздар. Ал қалғанын күмбеге тігетін боламыз. Және де балалар, қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Бір-бірімізді итеруге, зақымдауға мүлдем болмайды. Дайынсыздар ма ойнауға? Дайынбыз. Тамаша! Талапай, табылды ойын алақай! Хан талапай! Тамаша балалар, болды, жарайды балалар. Тамаша, күштісіңдер. Болды, орныңызға отырайық. Тамаша, жарайсыңдар. Хан асығы кімге түскен екен? Хан асығы Бексұлтанға түскен. Бексұлтан бүгінгі ойынды бірінші болып ойнайды. Қалғандарымыз тездетіп күмбеге тігейік. Сақа асығымызды сайлауды ұмытпайық. Тамаша, жарайсың. Жарайды балалар, болды. Тездетіп, былай қарай айналып өтейік. Балалар, айналып өтейік. Тамаша, жарайсыңдар. Тездетіп, Бексұлтан бірінші бастайды. Нештен етпес, болады. Бексұлтан, көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар, тамаша. Жарайсың. Ата ғой. Ой, тамаша, жарайсыңдар. Тамаша, ұлан, жарайсың. Тамаша, балалар. Жарайсыңдар. Балалар, тездетіп, отыра қойайық. Неше асық? Жинағанымызды санаймыз. Тездетіп, өз орнымызға отырайық. 2 асық. Сенде неше асық? 4 асық. Неше асық сенде, бала? 1 асық. Бізде көп асықты ұлан жинаған екен. Бүгінгі хан талапай ойынның жеңімпазы ұлан. Ұланға осындай үлкен сақа асықты табыстаймыз. Жарайсың ұлан. Балалар, әрқашанда асықтарыңыз алшасынан түссін. Сіздерге көп рахмет.